Ассалам алейкум. Менен бүгін тағы да осындай сұраныс болып жатыр. Осыны қалай жасайды? Мен осыны қазір қалай жасау керек екенін көрсетемін. Ал кеттік, мен қазір бас. Мен сіздерге өткенде көрсеткем. Мына Pinterest'тен неше түрлі жаңағыдай видеолар көруге болады. Тартып алуға болады. Мінекей. Неше түрлі әдемі. Мінекей әдемі. Бұның ішінен шаблонды алуға болады. Неше түрлі нәрсе. Мына ішіне де сурет салуға болады. Оның бәрін өткенде көрсетіп жаттым. Мінекей. Мына жерде де өзінде сурет шығаруға болады. Осылай сурет шығаруға, оның бәрін көрсетем. Алдында біраз нәрсені үйреттім. Енді мен Pinterest'тен тартып алғанды көрсеткем өткенде. Енді мына жаққа барамыз. CapCut'қа барамыз. CapCut'қа кіреміз. CapCut'тан жаңағы мынау видео или фото деп тұр. Мен бірінші фотоны таңдаймын. Мына видео или фото деп тұр ғой, мына фотоны басам. Маған керекті өзіме бір суретті жаңағы таңдаймын. Мысалы, маған мінекей, мына бір қызды аламын. Осы қызды алдым. Енді не істейміз? Бұл қыз осылай тұра береді. Біз енді наложениені басамыз. Мұны астында тұр ғой. Мінекей, наложениені басамыз. И мына плюсикте добавить наложениені басамыз. Енді мынау жаңа фотоға кірген еді, енді бізге видеосына кіру керек. Мінекей. Енді мына сотканың ішіне шығатын көрсетіп жатырмын. Кәнекей. Енді мынау былай қарай сотка шығады ғой. Мен осының сотканың ішіндегі жасылды кетіруім керек. Қазір сол енді жасылды кетіру үшін мен мынау наложениенің үсте басылу тұр ғой. Енді былай шығамды. Вырезка деген адамның көлеңкесі тұр. Сол адамның көлеңкесін аламын, басамын. Және де хромакей тұр жанында. Хромакейді басам. Мінекей. Енді хромакейді мынау жасылдың үстінде мынау домалақ болып қалды ғой. Мінекей, мен соның үстін жылыштамда. Астында интенсивность деген басылды. Соның үстінен басам. И мынау тұр ғой, мінекей, жылыштатын. Соны жайлап жылышсам, арт жақ көрінеді. Мінекей. Осындай қарақ қоямыз. Болды. И окейді басамыз, птичканы. Енді біз мына қызды былай қарай созып қойайық. Мына ролигіміз қысқа ғой, енді 10 секунд па, 28 екен. Енді былай істейміз. Мына екеуінің наложениеда тұрмыз ғой, енді негізі. Наложениені мен туралаймын. Мына қызды туралауым керек. Қыздың үстінен басамын. Мінекей, суретті тураладым. Міне. Үстіне басып туралай бересіздер. Мінекей. Енді жылыштамыз. Мінекей. Оп-оңай. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Әркімнен сұрап, жаңағыдай жалынып жүргеннен өздеріңіз жасай саласыздар. Бала шағаңыздың туған күні, жақындарыңыздың туған күні, мінекей. Мен өткенде туған күнге төбесінен жазуды, астта жазуды үйреткем. Мына соңындағы мінекей концовка дегенді үстінен бассаңыз, астында мынау мусорный тұр, мусорныйға басып жібересіз. Жоқ болып кетеді. Аяқталғанда CapCut деген жазу болмайды да. Сәл бірдей қоямыз. Мінекей. Осы енді музыканы өткенде мен үйреттім. Егерде тағы да музыка керек десеңіздер, музыканы қоса салам. Мінекей. Музыканы папканың үстінен басамыз. Нотаның қасында папка тұр ғой, соны басамыз.
извлечь звук из видео деген ол өзіңіздегі WhatsApp-тан жаңағы неден келген музыка ұнап қалса, соны қоя саласыз, үстінен басасыз да, жаңағыдай сол өлеңді қоса саласыз. Енді мен өзімнің галереяма, музыкама кіріп, неғылсам мына жандағы устройствоны басасыз. Сол кезде мына астында мен өзімнің әндерімнің несі шығады. Өзі үстінен бассаң плюсикті, мынаның өзінің дауысы өшу үшін, мына жандағы выключить звук клипа деген бар. Соның үстіне бассаң крестик болады алды. Енді қазақшамды. Бұл жаңағы астындағы не ғой? Наложение. Наложенияның музыкасы шығып тұр. Наложенияны басамыз. Мінекей. Наложенияны басқанда, мына громкостьті басамыз. Мінекей. Жоқ қылып жібереміз. Қазақша шығады сонда. Өстіп музыкаларымызды өстіп жасап шығарып. Айдан аппақ сендей жарық әнімен. Енді мен де қазір асығып істеп жатырмын. Міне осылай жасайсыздар. Жазу жазам десеңіздер, назатқа басасыздар, мынау текст басасыздар. Тексті әдемі жазылатынды әлі тағы да алда үйретем. Мінекей, осыны үйреніңіздер. Міне соңғысы айтпақшыдай мынау музыкасы ұзақ болып кетті. Біз қайттан жаңа назатқа басамыз да, мінекей. Астында көрдіңіздер ме, мына ұзын болып кетті. Енді оны қырқуымыз керек. Мына музыканың үстінен басамыз. Музыканың үстінен басқанда, мынау разделить деген тұр. Соны мына қоршалып тұр ғой, енді осыны өшіретін. Егер алдындағыны өшіргім келсе, мен алды басам, мінекей. Арт жағын бассам, мына арт жағы өшеді. Сөйтіп удалить дейміз, мінекей, болды. Мінекей. Осы, егерде осы ұнаса, тағы да үйренем десеңіздер, маған тіркеліп, лайк басып, және де сұрақтарыңыз болса, мен жауап беремін. Сұрақ қойып отырыңыздар, мен жалықпаймын. Мінекей, соңғысында мынау төбеде 1080 деген тұр. Енді оны біз анық әдемі шығу үшін былай жылжытамыз. Мінекей. Енді жүктейміз. Мына төбедегі стрелканы сол 1080 деген жанында стрелка тұр жоғарыда. Соны бассақ, міне үстін бассақ, мінекей. Бізге жүктеп беріп жатыр. Қазір соны галереяда көреміз, қалай шықты. Әлі алда талай нәрсені көрсетем, өзің білген. Мен негізі видеоролик сондай жасап жүрем. Соны көбісі сұрайды. Мен үйретуден жалықпадым, мен үйретіп жүрмін. Кейін маған айтты, өстіп, неге шығармайсыз деп ютубқа. Неге енді соны ютубқа шығаруды енді қайта-қайта сұрай бергенше содан көріңдер деп айтам. Кән енді галереяға шықты деп айтты, мінекей. Енді галереямызды көреміз. Ана 29 секунд. Мінекей. Қалай, ұнай ма? Енді осылай ары қарай аяғына дейін көре бересіздер ғой енді. Мен ана асық. Өлеңін өзіңізге туралап қоюды әлі тағы да үйретем. Ал келесі кездескенше жақсы.